Қасқыр соққан адамның әңгімесі. Буаз биемен қасқыр соққан әңгіме. Бір ақсақалдың айтқан әңгімесіне сенер-сенбесімді білмей жүретінмін. Ол былай деген: өткен ғасырдың аяғына таман Көкшетау өңірінде Ақайдың Қасені деген ерекше бір адам өмір сүріпті. Жұрт ең алдымен екі шағайын құлағына іліп қоятын қою қара мұртын аңыз етеді екен. Негізгі аңыз оның қасқыр соғу әдісі. Елдің малына жиендік жасап қоймаған қомағай қасқырды ол буаз биемен соғады дейді. Қасқырдың бағытын біліп, қарасын көріп алған соң түс ауа соңына түседі екен. Сол қуған бетімен қасқарайғанша тыным бермей, шаршатып, терлетіп апарып тастап кетеді де, сол маңайда ел болса қона жатып, ертеңінде әбден болдырған қасқырды оп-оңай соғып алатын көрінеді. Осындай аңыз тәрізді әңгімесіне сеніп көр. Оның шындығына кейін көзім жетті. Сол аңыздай әңгіменің дәлелденген күні 1983 жылдың 17 желтоқсаны, сенбі. Аңшы досым Ыбырай екеуміз із кесуге шықтық. Бағытымыз Шортанбай өзектері мен жыралары. Сол бетімізбен келе жатып, үш қасқырдың ізін қарап тұрып, қанды басын бері тарт дейміз. Бірақ осының алдында қар аралас жаңбыр жауған. Оңға тартқан үлкен ізді бастырмалата жөнелдік. Қуып келеміз. Әбден қуланып алған жырынды жыртқыш біздің жылдамдығымызды тежейтіндей етіп, бір өзектен екінші өзекке көлденеңдей өтіп, қиястық жасап кетіп барады. Әрине, бұлай жүру оған да ұтымды. Әйткенмен шаршап сасқанға ұқсайды. Оны сезгеніміз салмағын азайту үшін лоқсып құсып барады. Қар үстінде шашырап төгіліп жатқан қарақоңыр бәлекетті көріп, солай ма, жегенің желкеңнен шығуға айналды ма, деп қоямыз. Біз бұл қасқырға оңай жау болмадық. Оның мына қылығы спортшылардың күрес алдындағы салмақ кеміту мақсатымен моншаға барып терлеу іспетті. Ырсекең оның халін таныған сайын шаман келсе газға бас деп келеді. Бұл күннің әбден қысқарған шағы ғой. Сағат 5-тің кезінде ақ қас қарая бастайды. Біз қуудың қызығына әбден берілгеніміз сондай, қар қалың, биік қурай өскен өзекшеге келіп тірелгенімізді байқамай қалыппыз. Омбылап батып қалдық. Қасқыр болса көз алдымызда сол қурай басқан омбы қармен кетіп барады. Машинамызды әрең дегенде шығарып алып, амалсыз ауылға қайттық. Бірақ қайта оралуға уәделестік. Ертесінде таңнан тұрып алып, кеше өзіміз батқан жерге қайта оралдық. Қарды астан-кестен қазып тастаған екенбіз. Анадайдан іңірдегі бастан кешкен бейнетіміз көрініп ақ жатыр. Біз енді қурайға кірмей, оны айнала орағытып өттік. Бірақ қурайдан шыққан із жоқ. Тоқтаған жерде аз ғана ақыл қостық та, қасқыр осының ішінде қалған. Олай болса, Оққағарға жаяу кіруіміз керек деген шешім қабылдадық. Ырсекең машинада қалды да, оның баласы Баян екеуміз қалыңға кірдік. Ондағы ойымыз бөріні бекінісінен айдап шығып, машинамен қуу. Сол оймен Қасекеңнің бекінісіне бойлай кіріп келемін. 150 метрдей жер жүрдім. Енді алдыма қарасам, оқ жетер жерде маған одырая қарап, бізге таң қалғандай дәу көкжал одырая қарап тұр. Сол кезде қашуға үлгермей мылтығымды алып жіберіп, қарауылған іліккен кезде шүріппені басып қалдым. Омаққа аса құлады. Жанына келіп, аударып төңкеріп қарасам, үсті басы сауыс-сауыс, әбден титықтағаны көрініп тұр. Кеше күні бойы қашқаннан шаршап, сол қурайдың ішінде талығып барып қатты ұйықтаған сияқты. Жаңағы менің дабылымнан зорға оянып, көтеріліп тұрған күйі осы екен. Енді байқасам, баяғы Ақайдың Қасені осы әдіспен шаршатып, болдыртып, тастап кетеді екенде, бауырына мұз ызғар қатып, бойын жазып шаба алмайтын халге келтіреді екен ғой. Сөйтіп, ертесінде оп-оңай соғып алатын болған. Қасқырдың шаршағандағы ұйқысы, алып батырдың ұйқысы тәрізді. Қатып ес-түссіз ұйықтайды. Сол бейғам ұйқысы өзін ұстап беретін көрінеді.
Әңгіменің авторы Қасым Тәукенов, оқыған Шығыс қызы.